темір өндірген сияқты, алтын өндірген сияқты ақшаны да өндіруге болады. Халық пешеттейді да? Иә, 10 мыңдаған халық жан-жақтан шығарады. Ол сенімді болу үшін, ешкім бұза алмас үшін. Бұл өте бір ақылды адамдардың ойлап шығарған дүниесі. Бұл қаншама заңды біздің мемлекетте мен алсам содан салық қалай төленеді, ол қалай? Финансовый органдардың рұқсаты, лицензиясы қажет емес. Тексеру де мүмкін емес. Осындай бір жаңа заманда жаңа бір технология пайда болды. Армысыздар, біздің жаңа қазақ каналының тұрақты көрермендері, жаңа заманның жаңа технологиясы, жаңалықтар жайлы таныстыру үшін ашылған канал болатын. Біздің каналдан ұзамаңыздар. Бүгін мына криптовалюта арқылы қалай табыс табуға болады. Бұны қалай табыс көзіне, бұны қалай бизнеске айналдыруға болады. Және ол қаншалықты заңды. Қазір алаяқтық көп, ерлес, қазір түрлі алаяқтық небір схемалар шығып жатыр. Сонда мынау заңға томпақ, мынау заңға томпақ емес, бұны айналысуға бола ма, болмай ма деген сұрақтар адамда көп туындайды. Осы арқылы жалпы тағы да бір қайталап айтсаң, инвестиция деген не, оны қалай жасайды, жаңа табыс көзін айналдыруға болады, ол қаншама пайыз табыс әкеледі, және ол қаншама заңды. Дұрыс, көп салымшылардың сұрайтындары, осыған байланысты сұрақ қоятындары бар. Криптовалюта дегенде шошуы мүмкін, ол бізге мүмкін заңымызға қайшы шығады. Енді сіз мысалы компьютерде елдің көп 99% адам біледі, Word, Excel деген программалар бар. Оны қолданады. Жаңа Word, Excelді. Дизайнерлер қолданатын программалар бар, Adobe деген сияқты. Оның бәрінің бір атауы ол программалық жабдық. Енді сізде тура сол сияқты бұл жерде инвестиция салу деген сөз программалық жабдық сатып аласыз. Ал программалық жабдық сатуда, сатып алуда ол лицензияға қатысы жоқ, лицензияланбайды. Яғни біздегі НФЦ дейді ғой, көп биржалардың жұмыс істеуіне НФЦ лицензия беру керек криптовалютамен айналысуға. А бұл жерде лицензияның қатысы жоқ. Сіз криптовалюта сатып алмайсыз. Сіз инвестицияны криптовалютаға салмайсыз. Сіз программалық жабдық сатып аласыз. Ол программалық жабдық сізге банктың өзінің токенін алгоритмдік тұрғыда үлестіреді. Болды. Яғни мынандай түсінік бар, майнинг деген. Майнинг деген ол негізгі мына жер қазба байлығымен айналысатын компанияларды айтады. Майнинг компания дейді. Мұнай өндіреді, алтын өндіреді, көмір өндіреді, ол да жердің қазба байлығын алып, оны ақшаға айналдырады. Дәл сол сияқты ақшаны да өндіруге болады. Темір өндірген сияқты, алтын өндірген сияқты ақшаны да өндіруге болады. Бұрын бұмен тек қана неменеде Нацбанк айналысатын бізде. Ал Америкада ФРС дейді, федеративный резервная система. Солар долларды печаттайды. Қазақстанда теңгені печаттайтын орган бар. Солай ғой да? Ал мына жерде токенді кім печаттайды? Токенді сізге арнайы программалық жабдығыңыз өзінің үлесін алып отырады. Токенді халық печаттайды да? Халық жалпы. Сол себепті орталықтандырылмаған ғой. Мыңдаған, 10 мыңдаған халық жан-жақтан шығарады. Ол сенімді болу үшін, ешкім бұза алмас үшін. Мысалы, бір банкінің кілті 10 мың адамда болса. Бұрын сөйтуші еді ғана, екі дос бандиттар келеді да, бір ақшаны бір банк тонады ма, тонайды айтады, $1 миллион, мына сейіпке салып қояйық дейді. 3 кілт болсын дейді. 3 кілтті шөуіміз келген кезде ғана ашамыз. Бірін бір лақтырып кетпеу үшін. Соны шөу келгенде ашады. Мынау тура сол сияқты. 10 мың адам егер осыған қатысса, мүмкін 10 миллион адам қатысса, солардың қолында тұрады. Солар бірігіп жасайды. Бұл өте бір ақылды адамдардың ойлап шығарған дүниесі. Енді мен соның бір мүшесі ретінде жаңағы программаны сатып алғаннан кейін, мен соған ақша салғаннан кейін, менде сол токен өндіруші, биткоин өндірушіге айналамын да? Айналасыз, Яғни сол арқылы мен ақшам көбейеді. Көбейеді. Ол менікі ақша табу неменесі. Мысалы, мөлшермен айтайық. Мысалы, сен өзің қашаннан бастап айналыса бастадың, қанша ақша өндірдің, содан қанша пайда таптың енді? Енді бұл жерде пайызбен айтқан дұрыс шығар. Мысалы, осы шартты түрде айта салайын. $1000 программалық жабдық сатып алса, ол программалық жабдық 7 жыл жұмыс істейді. 7 жылдан кейін күшін жояды. Егер тек қана соны қысқаша майнинг деп айта салайын. Машина сатып алдың, 7 жылға сиыр сатып алдың, 7 жыл сүт береді. Или машина сатып алдың, 7 жыл таксовать етесің. 7 жыл таксовать етесің. Одан жаңа сиырдың сүті, таксовкадан түскен ақшаң, ол сенің табысың
7 жылдан кейін бітті, машина іске жарамайды. Немесе ана сиыр іске жарамайды. Ал шамамен $1000 сатып алған сиыр шамамен айына $100 сүтін береді. Қазіргі жағдайда ол нарыққа байланысты. Келесі жылы одан көп болып кетуі мүмкін, немесе аз болып кетуі мүмкін. Айына 10% әкеп тұр ғой. Қазіргі нарықтық жағдайда. Қазіргі жағдайда 10% әкеп. Бірнеше айдан кейін қалай болады? Яғни бір жылда 100% да? Шамамен солай. 120%. Шамамен солай. Сонда жылдың аяғында сенің 2 есеге өседі мөлшермен қазіргі жағдайда. Сиырың сатып алған ақшаңды қайтардың деген сияқты. Бір жылда қайтарып аласың. Бұл енді жаңа көлікті 7 жылға арендаға алумен бірдей. Бір таксопаркқа бардың, айтасың 7 жыл айдайын дейсің де, жаңа көлікті мысалы бір $10,000 алдың. Соны бір жылда сен ақшаны қайтарып тастайсың, $10,000 пайда тауып, қалған 6 жыл бойы өз қалтаңа жұмыс. Тағы екінші әдісі бар. Жаңа сиырды сатып алдың, немесе таксиді арендаға алдың, бірақ сен 2 жыл таксовкадан түскен ақшаға тиіспеймін деп келісім шартқа отырсаң, 2 жылдан кейін сен ана машина сенікі болып қалады. Оны кейін сатып жібере аласың. Оны акция дейді, акциясын алу. Таксиге өте жақсы келетін сияқты. Таксиге машина алдың, айтасың 2 жыл бойы осыдан ақша табам, ақшаны берге шотқа салып отырам, тиіспеймін дейсің де. 2 жылдан кейін жаңағы машина сенің атыңа өтеді. Өзіңдікі болып қалады. Ана жинаған ақша? Ол да өзіңдікі. Жинаған ақша қалайда болса ол өзіңдікі. Мәселе енді бұрынғы жағдайда такси қалатын ғой. Қазір осы майдың аяғынан кейін ана 2 жылға өндірген ақшаға тиіспеймін деп келісім шартқа отырғанда 2 жылдан кейін жаңа машина өзіңде қалатын болған келісім шарт шықты. Яғни мысалы мынау машина дейік, мен алдым, 2 жыл бойы мынаны менде тебем, жинаған ақшамды жинап қоям бір жерге. Мысалы 2 жылдың ішінде мен айына $1 миллион тапсам, 2 жылда бір 25 миллион ақша таптым дейік. Содан кейін айтады 2 жылдан кейін болды, машина сенікі дейді, мына ақша да маған қалады. Ал компанияның қызығы не үшін оны істеп отыр десек, сенің 2 жыл бойы түскен ақшаңдан олар соны оборотқа жіберіп, содан пайда табады. Ол үшін ғана емес. Бұндай бұл бұрыннан белгілі схемалар, airdrop дейді. Бастапқы жағдайда компания өзінің акциясын шығармақ қой. Сол акциясының 5%-ын airdrop ретінде тегін таратады. 5%. Сол толғанша ғана бұл іске асады. Бірақ бұның жаңағы машинадан, кәдімгі үлгі машинадан айырмашылығы, машинаның өзінің амортизациясы бар, жыл өткен сайын бағасын жоғалтады ғой. Бұл жыл өткен сайын бағасы артуы мүмкін машина болды. Мен мынаны машинаны алып қойдым арендаға 2 жылдан кейін. Бұл машинамды 10 мың қалсам, 2 жылдан кейін ол машина 30 мың, 50 мың, тіпті $100 мың болып кетуі кәдік. Мен де өзімде тұрады, оң кейін соны 100 мыңға сата салам да. Болды, ана жиналған ақша өзіме қалды. Енді бұл компания көп адамдардан ақша жинап, начальник капитал дейді, соны жинап алу үшін жасап жатыр ғой өзінің де. Өзінің популяризациясы үшін жасап жатыр. Көп адамды кіргізу үшін де. Капиталға мұқтаж емес. Қазір big data деген түсінік бар. Большие данные. Мысалы YouTube деген не? Ол әшейін платформа, солай ғой. Онда көп адам тіркелген. Alibaba деген сол, Google деген сол да. Сондықтан неғұрлым көп адам тіркелсе, соғұрлым сол компания көп ақша табады. Көп адам тіркелгеннің арқасында сол жерде оборот болады. Енді бұл қаншама заңды біздің мемлекетте мен алсам содан салық қалай төленеді, ол қалай? Заңды деген жаңа айтып кеттім, сіз программалық жабдық алуға ешқандай финансовый органдардың рұқсаты, лицензиясы қажет емес. Тіпті оны сатуға да қажет емес. Сондықтан мен алған кезде ешқандай бір компанияға кіргем жоқ, мен тек қана бір программа сатып алдым. Программалық жабдық сатып алдым. Жабдық сатып алдым. Мысалы, биткоин өндіретіндер бір компьютердің процессорын сатып алады да, сонымен өндіреді ғой. Айтады, мен мынаны сатып алдым. Яғни мен бір такси сатып алдым деген сияқты ғой. Ал ана бұрынғы аппаратный майнинг емес қой, ода тоқтың күші кетпейді сізде. Жаңа белгілі бір электричествоны пайдаланбайсыз, экология әсеріңіз жоқ. Бұл алгоритм тұрғыдан үлестірім болғандықтан, жаңа ешқандай арнайы органдардың бұл жерде тікелей қатысы жоқ. Ал енді салықты қалай төлейсіз? Ол сол ана табысыңызды шығарып жатқан кезде, оны салық органдарымен ақылдаса отырып істеуге болатын шығар, бір 3% пен 10%-дің аралығында түскен пайдаңыздың. Әзірге ешкім оны тексеріп қарап жатқан жоқ да? Сіз Word, Excel-ді компьютеріңізге орнатып алған сияқты адамсыз ғой? Әркім ешкімге, мысалы, Word, Excel-ді бәріміз орнатып аламыз, ешкім оны тексеру де мүмкін емес. Осындай бір жаңа заманда жаңа бір технология пайда болды. Сонымен бұл қаншалықты тиімді дегенде әңгімемізді қорытындылайтын болсақ, жылына почти 100%, қазіргі кезде ары қарай қалай болатынын ешкім білмейді да. Бірақ менің түйсігім айтады, бұл дамиды. Сонан кейін жаңағы
алып жаңағы 2 жылдан кейін қайтадан оны 2 есе 5 есе бағаға сатып жіберуге болады. Bir кездегі ең алғаш биткоинға 10 биткоинға бір пицца алып дедім бе? 10 мың биткоинға. 10 мың биткоинға бір пицца алған. Қазір бір биткоинның қанша тұрады? $118 мың бар, 123 сол шамада. 120 мың доллар бір биткоин. Бұрын 10 мың биткоинға бір пицца алған болады. Өйткені жаңа қандай технология басталды, кім жаңадан соған бірінші кіреді, сол сүттің бетінде қаймақты сылып алады деген сөз. Сондықтан бұл әбден заңды екеніне көзім жетті. Мен де осымен айналысып жатырмын. Көбірек қазақтың қандастардың осымен айналысқанына мен кеңес беретін едім. Әрине жауапкершілік өзіңізде. Сонымен ағайын, егер де жаңа заманның ағысына ілесем десеңіз, осы жерде сілтемеде биткоиннің жаңа вефайдың сілтемесі тұрады. Соңғы сөзді өзің айтсаң көрермендерге мына камераға. Әрине жаңағы дисклеймер деген сөз, бұл жерде адам өзі кредит алып, қарызға ақша алып, соңғы үйін машинасын сатып кірудің қажеті жоқ. Өзіңіздің арнақ қойған қаржыңыз болса, жаңа программалық жабдықты сатып алуға болады. Дисклеймер деген, мысалы мен бір жаттығуларды көрсетем, бір шөп дәрілерді көрсетем, бірақ айтам, осы жаттығу жасаған кезде жауапкершілікті өз мойныңа алыңыз. Мысалы мен суық суға түсуді насихаттап жүрмін, тыныс алуды насихаттап жүрмін. Бірақ бұны дұрыс жасамай ауырып қалатын болсаңыз, жауапкершілік өз мойныңызда. Сондықтан 100% кепілдікті тек қана бір Алла біледі. Қазір доллардың өзінің тағдыр қылышында тұр, юан қайда кетеді, теңге қайда кетеді, ешкім ешқашан кепілдік бере алмайды. Сондықтан біз де сіздерге 100% кепілдік бере алмаймыз, бірақ заманның ағымы осылай кетіп бара жатқанын айтқымыз келеді. Келесі видеоларда кездескенше сау, сәлемет болыңыз.